Қарлұқ қағанаты 8 ғасырдың ортасында Жетісу мен оңтүстік Қазақстан аумағында құрылған түркі мемлекеті. Ол 756 жылдан 946 жылға дейін өмір сүрді. Бұл мемлекет Түргеш қағаты құлағаннан кейін пайда болып, аймақтағы саяси билікті өз қолына алды. Қарлұқтар түркі тайпаларының ірі бірлестігі ретінде тарихта маңызды орын алады. Қарлұқ тайпалары алғашында Алтай, Тарбағатай өңірлерін мекендеген. 8 ғасырда ұйғыр қағанатының қысымынан кейін олар батысқа қарай қоныс аударып, Жетісу жеріне орнықты. 756 жылы Қарлұқ көсемдері билікті қолына алып, дербес мемлекет құрды. Алғашында мемлекет басшысы Жабғу деп аталды, кейіннен қаған атағы қолданды. Қарлұқ қағанатының аумағы Жетісу, Талас аңғары, Сырдарияның орта ағысы және Ферғана өңірін қамтыды. Астанасы бастапқыда Сойып қаласы болса, кейін Баласағұн маңызды саяси және мәдени орталыққа айналды. Бұл аймақ Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан сауда қатынастары жақсы дамыды. Қарлұқтар аймақтағы ірі мемлекеттермен тығыз байланыста болды. Олар арабтармен, Қытайдың таң әулетімен және Сомалилер мемлекетімен саяси әрі әскери қарым-қатынас жасады. 751 жылы Талас шайқасы кезінде қарлұқтар арабтар жағында соғысып, Қытай әскерінің жеңілуіне әсер етті. Бұл оқиға Орта Азиядағы Қытай ықпалының әлсіреуіне және ислам дінінің таралуына жол ашты. 9 ғасырда Сомалилер мемлекетінің ықпалы күшейіп, ислам діні кең тарай бастады. Қарлұқ билеушілерінің бір бөлігі исламды қабылдады. Бұл жағдай мәдени және рухани өзгерістерге алып келді. Қалаларда мешіттер салынып, жазба мәдениеті дами түсті. Қарлұқтардың негізгі шаруашылығы көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар егіншілік пен қолөнерде дамыды. Қалаларда сауда, қолөнер, мәдени өмір өркендеді. Түркі дәстүрі мен ислам мәдениеті өзара ықпалдасып, жаңа өркениеттік кезең басталды. 10 ғасырдың басында ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымдар қағанатты әлсіретті. 940 жылы Қашқар билеушісі Саттық Боғра хан Баласағұнды басып алып, Қарахан мемлекетін құрды. Осылайша Қарлұқ қағанаты өз өмір сүруін тоқтатты. Қарлұқ қағанаты түркі мемлекеттері тарихында маңызды орын алады. Ол түркі мемлекеттік дәстүрін жалғастырып, ислам дінінің таралуына ықпал етті және кейінгі Қарахан мемлекетінің құрылуына негіз болды.